Monsieur le Président. Je vous demande pardon, mais j'ai... Je peux avoir un chèque, Monsieur le Président. Merci. Je peux avoir un chèque encore? Oui. Merci. Берлин қабырғасы құлап, кеңестік темір перде сөгілген соң, тәуелсіздігін жаңа алған елдерге алыс жақын алпауыт мемлекет одақтармен байланыс орнатып, қатынасын түзеуге мүмкіндік туды. Тәуелсіздікке қол жеткізген елдердің қатарында Қазақстан да болды. Енді жырақтағы жұрттарға елші жіберіп, елді танытып, қатынас түзеу негізгі міндеттерден еді. Жас мемлекеттің талпынысына теріс бұрылмай, қайта қолдау көрсеткендердің бірі Еуропалық одақ болды. Екі арадағы ресми байланыстың орнатылғанына биыл 25 жыл толып отыр. Кәріқұрлық пен жас мемлекеттің арасында мыңдаған километрлік қашықтық жатса да, қос тараптың саяси, сауда, әлеуметтік және мәдени байланысы ақырын орнатыла бастады. Сенім ретінде алғашқы елшіліктер де ашылды. Еуропаның жүрегі Брюссельде, Қазақстан өкілдігі 1993 жылы орнықса, Алатаудың баурайы Алматыда Еуропаның ресми кеңсесі есігін келер жылы айқара ашты. Бір ғасырдан артық тарихы бар осы ғимарат 1993 жылдан бастап Қазақстан Республикасы елшілігінің меншігінде, әрі Бельгия тарихи ескерткіштерінің біріне жатады. Кез келген қатынас нақты құжатқа негізделеді. 1990 жылдардағы одақтың 15 мүшесімен келісімге келіп, сауда-саттық мәселесін шешу әлі іргесі қатая қоймаған мемлекетке оңайға соқпады. Дегенмен, келіссөздер өз деңгейінде жүргізіліп, 1995 жылы Еуропалық одақ пен Қазақстан арасында алғашқы әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Қос тараптың байланысы нақты қадамдардан басталды. Егемендік таңы жаңа атқан кезеңде тәуелсіз Қазақстан жасаған тарихи қадамның бірі ядролық қарудан бас тарту болды. Аталған шешім Еуроодақтың жүргізіп отырған сыртқы саяси құндылықтарына сай еді. Алайда, өзара түсіністік ресми құжатқа айналу үшін аз жұмыс атқарылмады. Мен айтайын, ол жағы бір инерция болды бір жағынан. Ең басында біз жаңағы ядро қарумен өте қатты плотно айналыстық. Неге десеңіз, айтты, бұдан құтылсаңдар, сонда ғана сіздермен біз қарым-қатынас болады. Сонда ғана инвестиция сендерге барады. Біз тартамыз ол жаққа. Қазір қанша уақыт осы жерде болады, $1 сендер алмайсыңдар деп сіздерді. Ол Құрама Штат, Европа бәрдер айтып отырды. Неге біз дұрыс, біздің президент айтты, біз бұнадан жаңағы құтылуымыз керек. Өзіміз мұнайымыз бар, газымыз бар, технологиямыз бар, өзіміз басымызды көтеріп адам боламыз деп сөйледі. Қазақстанның алғашқы сыртқы істер министрі Төлеутай Сүлейменов және өзге де елшілердің елдестірген амал әрекеттерінің арқасында Еуроодақ пен Қазақстанның арасында ядролық қаруды таратпау және ядролық синтез бойынша 3 негізгі құжатқа қол қойылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев аталған 25 жылда Брюссельде 8 рет ресми сапармен болыпты. Әр сапар жаңа инвестициялық жобаларға, келісім шарттарға қол қоюмен аяқталды. Мұндай сенім Қазақстанға Shell, Schlumberger, Eni,
Hedge, British Petroleum, Repsol, Lasmo секілді танымал еуропалық компаниялардың Қазақстанда өз өкілдіктерін ашып, инвестиция құюына әкелді. Еуроодақ өкілдігі бастамаларының бірі Қазақстанда жұмыс істейтін еуропалық компаниялар қауымдастығы Еуробакты құру болды. Тікелей шетелдік инвестициялар мәселелері бойынша үкіметпен келіссөздер жүргізуге арналған үйлестіру орталығын құру қажет, әрі маңызды болды. Әрине, инвестициялар негізінен мұнай газ және оған жанама салаларға шоғырланған болатын. Бірақ барлық емес. Кейде шағын инвестициялармен байланысты бір қатар шешілуі қиын мәселелер де болғанын айта кету керек. Брюссельге бүкіл әлем азаматтары тек саяси мүдде үшін ғана келмейді. Бұл Еуропадағы ең көрікті туристік орталықтардың бірі. Саяхатшыларды ең алдымен атақты мүсіндер және осындай тіл үйрер вафлер қызықтырады. Сондай-ақ Брюссель тек Бельгияның астанасы ғана емес. Бұл жүздеген халықаралық ұйымдардың штаб пәтерлері орналасқан орталық. Бұл тек халықаралық саясаттың бағыттары анықталып, талай түйіндер тарқатылатын шаһар ғана емес, сондай-ақ 500 миллиондық алып нарыққа жол ашатын қақпа. Осы себепті әлемнің әр бұрышындағы мемлекеттер аталған алақандай елде бас қосатын еуроцентрист саясаткерлермен алыс-берісін жақсартуға тырысады. Татулықта табыс мол демекші Қазақстанда мұндай оң қатынасқа мүдделі. Сәйкесінше, екі арадағы экономикалық байланыста жыл санап артып келеді. Мәселен, 1999 жылы тауар айналым 2,2 миллиард долларды құраса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 9,9 миллиард долларға жетті. Ал 11 жылдан соң, яғни былтыр, Еуропа елдері мен Қазақстан 30 миллиард долларға сауда жасады. Мен комиссар болғанымда, әрине, Қазақстанның тамаша жетістіктерге қол жеткізгенін есіме алдым. Және әріптестік жөніндегі келісім шартты жасауға көмектесудің уақыты келгенін түсіндім. Қазіргі таңда Қазақстанның жетілген, қарқынды дамушы ел екенін байқайсыз. Біз көптеген сұрақтар бойынша бірге жұмыс атқардық. Олар заң үстемдігі, адам құқықтары, әсіресе маңызды сұрақ болып табылатын жасыл технология, жасыл энергия. Сонымен қатар, жұмыспен қамту саласын ілгерілету үшін орта кәсіпкерлікті дамыту саласы да қолға алынды. Еуропалық одақтың сыртқы саясат бойынша комиссары қызметін атқарған Феррера Вальднер ханым қос тараптың мүдделері тоғысатын тұстарды тізбектеп берді. Сарапшылардың пікірінше, келешегі мол деп танылған экономиканың ең маңызды секторына жасыл экономиканы жатқызуға болады. Қазақстанда өзі жасыл экономиканы дамыталатын бірнеше сектор бар. Мен қазір өте сәтті өткен Астана Экспо 2017 көрмесі жайлы айтып отырмын. Көрме тақырыбы барлығымызға ортақ мәселе. Және Еуроодақ оны шешуге көмек бере алады. Мәселен, бізде қалдықтарды өңдеу, су ресурстарын басқару, энергияны үнемдеу салаларында әлемдік жетекші компаниялар бар. Дипломатия тек саясат және экономикадан құралмайды. Халықтарды тілсіз түсіндіретін, қағазсыз жақындастыратын сала бар. Ол мәдениет. Алыстан ақын келді десе, алды қанат ағайын тігетін қазақ елі еуропалық өнерге бұрыннан құштар. Италияның опера әншілері, Ирландияның степ бишілері, Францияның скрипкашылары, Англияның рок топтары Қазақстанда бұрыннан танымал. Өнер саласын таңдаған қазақ жастары да
Европадан үйренеріміз де, көрсетеріміз де бар дейді. Соның бірі жас дизайнер Қорлан Мәди. Менің магазинім жай ғана бизнес емес. Бұл Еуропаның тәжірибелі брендтерін біздің елге таныстыру. Оған қоса, осы салада тәжірибені алмасу. Біз әзірге отандық сән индустриямызды Еуропамен салыстыра алмаймыз. Алайда даму деңгейі жаман емес. Олардан үйренеріміз көп. Сол үшін ол жақтан өз дизайнымен, ерекше формасымен, сапасымен таң қалдыра алатын жас таланттардың жұмыстарын біздің елге әкелу қажет деп ойлаймын. Сонда біздің халық олармен танысып, бағасын бере алады. Біз мұны мәдени тәжірибе алмасу деп атасақ болады. То есть это своего рода культурный обмен. Негізі Европаға өнер саласына шығып, ол жерде өзің өнеріңді көрсету өте қиын. Сол себептен 100% дайындық керек. Өзіңнің тіл жағын жақсы меңгеру керек, өйткені көптеген шетелдік дирижерлармен жұмыс істейсің. Жанындағы жұмыс істеп жүрген әріптестерің де шет тілінде сөйлейді. Енді негізі опера әншілері 3-4 тіл білу керек. Неміс, француз, итальяндық және ағылшынша. Қазақтың белгілі опера әншісі Сүндет Байғожин Еуропаның элиталық өнерінің осындай өз қызығы да, қиындығы да бар екенін жеткізді. Дегенмен, Еуропа мүмкіндікті тек ірі компанияларға ғана емес, сондай-ақ қатардағы қарапайым жастарға да береді. Себебі жас өрендердің батыс әлемінен көбіне іздейтіні білім. Ал Erasmus секілді білім бағдарламалары білім мен ғылымға ұмтылған өскелең ұрпаққа Еуропаның ең үздік университеттеріне жол ашады. Мен үшін ең маңыздысы әр алуандылық. Еуропа білімінің беретін мүмкіндігі. Мұнда өзгелермен бөлісетін дүние көп. Бұл мәдени қатынас. Өзге тілді де үйрену мүмкіндігі. Тек ағылшын тілі ғана емес. Сондай-ақ, мұнда білім беру саласының жаңа стратегиясымен, өнер туындыларымен, қажет құрал жабдықтармен, бүкіл әлемнен келген профессорлармен танысуға мүмкіндік аласың. Қазақ елдестірмек елшіден дейді. 25 жылда Еуропалық одақпен Қазақстан қарым-қатынасының нығайып дамуына күш салған екі жақтың да дипломаттары аз болмады. Кәрі құрлықтан Сарыарқа төсіне қызметке келген кәсіби мамандар Алаш елін былай еске алады. Біз қазір 2008-2011 жылдары Еуропалық одақтың Қазақстанда елшісі болып істеген Нұрбек Жүстен мырзамен жолығамыз. Бүгінде ол зейнеткер, алайда айтатын естелігі аз емес. Қазақстан өзін әлемге таныстыру үшін және қазақ мәдениетін танымал ету үшін үлкен жұмыс жасауда. Дегенмен кейде еуропалықтар одан хабарсыз болып жатады. Дегенмен бұл біздерді біріктіретін бағыт. Және меніңше Астана Экспо көрмесі жұрттың назарын ерекше аудартқан оқиға болды деп есептеймін.
Бұл итті Алматының Достық көшесінен тауып алдым. Яғни ол алматылық. Аты Лайка. Ол Қазақстанның тұрғындары сияқты мықты мінезге ие. Бірақ Лайканың басты ерекшелігі ол мені қорғап, маған жақсы қуаныш сыйлайды. Содан кейін итім Астанаға қарай, Мәскеу арқылы осында келді. Яғни ол қазір Брюссельде. Moscow, now the dog is here in Brussels. Халқы кең, белсенді, энтузиаст. Бұл елдің шексіз қонақ жайлылығына тәнті болып, онда сапар шегу мен үшін әрқашан үлкен қуаныш. Мен ондай жағымды ерекшеліктердің қатарына жергілікті ас, жылқы етінде қосар едім. Ал жалпы Қазақстан қазір қарқынды дамушы ел, тіпті мүмкіндіктер жері деп атауға да болады. Жұбайым менімен бірге әлемді аралап, өз естеліктерінің негізінде кітап жазды. Онда Қазақстан туралы арнайы бөлім бар. Әрине, бұл елмен бізді тек жайлы жағымды естеліктер байланыстырады. Мен үшін Қазақстандағы қызметім ең есте қаларлық керемет кезең болды. Әрі маңдайыма жазылған ет деп есептеймін. Мен бала кезімде орталық Азия туралы кітаптарды сүйсініп оқитынмын. Алыс Еуропаны жақындатып, ресми Астананың мүддесін өз деңгейінде қорғап, екі жақты қатынастың кемелденуіне ықпал еткен қазақстандық елшілер де аз болмады. Соның бірі Константин Жигалов. Ол 6 жылдық Брюссельдегі қызметін бұлай еске алады. Мәселен, 2003 жылы біздің Еуропалық одақпен саудамыз жылына шамамен 4 миллиард ақш доллар болса, тек бірнеше жылдан кейін менің Еуропалық одақтағы елші ретінде қызмет мерзімімнің соңында ол 10 есеге артты. Еуропалық одақ Қазақстан үшін нөмірі 1 сауда әріптесі атанды. Және 2004 жылдан бері негізгі сауда әріптесі әрі бас инвесторы деуге болады. Сондықтан бұл біз үшін өте маңызды. Және біздің қарым-қатынасымыздың осы маңызды кезеңінің негізгі нәтижелерінің бірі деп санаймын. Мемлекетаралық күрделі мәселелерді шешуде өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмау кез келгеннің қолынан келе бермейтін шаруа. Бірақ бұл кәсіби дипломаттардың миссиясы. Аталған міндетті жүзеге асыруда ұлттық ерекшеліктер аз емес. Білетіндер, Брюссельдегі кеңселерде бюрократиялық кедергілер көп, ал Астанада мамандардың жиі ауысуы іске салмақты суреттейді. Біз үкіметтегі қазақстандық әріптестерімізбен жұмыс жасап келеміз. Кейде оңай емес. Себебі үкіметте жиі болып отыратын жаңа тағайындаулар, министрлікте жиі орын алатын өзгерістер бар. Нақты кейбір әріптестермен қарым-қатынас орнатсаңыз да, содан кейін олар кенеттен басқа лауазымға тағайындалып, жасалған жұмысты қайтадан бастауға тура келеді. Бірақ жалпы алғанда, мен қол жеткізген жетістіктердің сабақтастығы мен диалог ашықтығын байқаймын. Бельгияның бас қаласында талай жыл қызмет еткен Константин Жигалов мырза сан уақыт өткен соң еуропалық дипломатияның қыр-сырын енді түсінгендеймін дейді. Жапонияда 28 жыл жұмыс істеген дипломат жайында бір қызықты кітап бар еді. Сол дипломат қызметінің аяғында Жапонияны енді ғана түсіне бастадым деп жазады. Мен де Еуропада 6 жыл елші болып қызмет атқарғаннан кейін еуропалық дипломатияның механизмін түсіне бастадым деп ойлаймын. Еуропалық одақ пен Қазақстан арасындағы сенімді әріптестікті нығайтқан нақты келісімдер, құжаттар, бағдарламалар кезең-кезеңімен қабылданып отырды. 2007 жылы Еуропалық одақ Орталық Азия елдеріне арналған жаңа стратегияны бекітсе, көп кешікпей Қазақстан 2009-2011 жылдарға арналған Еуропаға жол бағдарламасын қабылдады. Бұл құжаттар нақты нәтижелерге жол ашқан қадамдар болды.
біз сол кездегі демократиямыз шынында да өте жас әрі нәзік құрылым екенін және барлығын біртіндеп жасау керек екенін түсіндік. Тіпті Еуропаға жол атты арнайы бағдарламаны қабылдадық. Бұл тек бағдарлама немесе іс-шаралар тізбегі емес, керісінше біздің дамуымыздың бағдары екенін көрсеттік. Оған қоса, біз сол кезде Еуропалық одақпен ортақ құндылықтарға ие болдық. Мәселен, 2016 жылы Еуроодақ елдерінен келетін тікелей инвестиция көлемі 11 миллиардқа жуық ақш долларын құрады. Бұл сол жылы ақштан 3 есе және Ресейден келетін инвестициядан 10 есе көп, әрі қарқынды экономикалық қарым-қатынастың айқын көрінісі. Мұндай нәтижеге қол жеткізуге екі тараптың бірлескен ортақ жұмысы қажет болды. Соның бірі қазақстандық тауарларды әлемдік стандарттарға сай ету. Бізде зияткерлік меншік құқықтары, техникалық регламенттер бойынша 2 TAIEX семинары өткізілді. Аталған семинарлар қазақстандық әкімшілік қызметтегі азаматтар үшін маңызды. Оларға қазақстандық тауарларды Еуропалық одақ нарығына жеткізу үшін аса қажетті талаптарды сақтауға мүмкіндік береді. Қазақстан Еуропалық одақ үшін орталық Азиядағы негізгі әріптестердің бірі. Бұл сондай-ақ Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастарды сапалы жаңа деңгейге көтеретін, кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюымызбен дәлелденеді. Мен Қазақстанның өңірлік көшбасшы әрі алдыңғы қатарлы мемлекет ретінде қалыптасып келе жатқанын көруге қуаныштымын. Бір айқын мысал, Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүшелігі және төрағалығы. Бұл қызметтегі қазақстандық тараптың басымдықтарының бірі біз барынша қолдайтын орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік. Еуропалық одақтың Орта Азия бойынша арнайы өкілі Петер Бурян айтқан маңызды құжат Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісім. Қос тарап оған 2015 жылы қол қойды. Қазіргі таңда одаққа мүше 28 елдің 19-ы аталған келісімді мақұлдады. Кеңейтілген келісім ынтымақтастықтың 29 саласын қамтиды және біздің қазіргі Еуропалық одақпен тығыз қарым-қатынасымыз бен ынтымақтастығымыздың шынайы деңгейін көрсетеді. Қазақстан Еуропалық одақпен осындай келісімге қол қойған аймақтағы алғашқы ел болғанына біз шынайы қуаныштымыз. Біздің тәжірибеміз басқаларға осы бағытпен жүруге көмектесетініне сенеміз. Бұл келісімді жасауда айтарлықтай кедергілер болып деп ойламаймын. Бірақ әрине, күрделі мәселелер кездесті. Біз осы келісім бойынша 4 жылдан астам уақыт барысында келіссөздер жүргіздік. Бұл үрдіс жеңілге соққан жоқ. Және келіссөздердің белгілі бір кезеңдерінде шиеленісті мезеттер де болып, қосымша уақыт қажет болса, тараптар құжаттың кейбір баптарын қайта талқылап, біз келіссөздерді қайта жалғастырдық. Демократиялық қағидалардың сақталуы Еуроодақтың басты талаптарының бірі. Сондықтан ратификациясы қанша күрделі әрі ұзақ болса да, ол одақтың барлық мүшесінің қолдауына ие болуы қажет. Және бұл процесте халық өкілдері, депутаттардың рөлі жоғары. Еуропалық жүйеде парламент және кеңестің рөлі аса жоғары. Ал Еуропалық одақтың ең маңызды шешімдері осы ғимаратта, яғни Еуропалық кеңесте шешіледі. Барлығының ойдағыдай болатынына сенімдімін. Құжатты Еуропалық парламент бекітті.
бұл Еуропалық одақ үшін де, сондай ақ Қазақстан үшін де өте маңызды. Алайда Еуропалық одақ үшін өте маңызды келісім шарт деп есептеймін. Głosowanie zostaje zamknięte. Przyjęliśmy i w związku z tym kolejny raport pani poseł Jaakonsaari, z tym związany, umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią a Kazachstanem, rezolucja. Głosowanie imienne, głosowanie zostaje otwarte. Głosowanie zostaje zamknięte. Қазіргі әлемдік жаһандану процесінде азаматтардың байланысуы, сапарға шығуы, көшіп қонуы қалыпты жағдай. Мұндайда дипломаттардың негізгі миссиясы азаматтардың аталған қажеттіліктерін қанағаттандырып, оларға барынша жағдай жасау. Yes, European Union granted for some countries visa-free regime. Иә, Еуропалық одақ кейбір елдерге визасыз режим берді. Және сол елдердегі жағдайды талдасақ, Қазақстан мұндай визалық режимдерді алу үшін әлде қайда қолайлы ел ретінде көрінеді. Бірақ біз Еуропалық одақтан визасыз режимді талап етпейміз. Тек қазақстандық азаматтарға виза берудің әлде қайда жеңілдетілген рәсімін сұрап жатырмыз. Бізде жұмыс, оқу және туризм бойынша Еуропалық елдерге баратын көптеген студенттер, бизнесмендер, ғалымдар бар. Біз олардың саяхат жасауын, әріптестігін және өзара байланыстарын жандандыруын қалаймыз. Қазақстан мен Еуропалық одақтың арасындағы байланыс одан әрі даму үстінде. Елде Еуропалық үлесі бар 3000-дай кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Еуроодақ 1990 жылдардан бері Қазақстанда 350 коммерциялық емес жобаларды қаржыландырған. Болашаққа жоспарланған ортақ істер де жетерлік. Енді әріптестік аясында тек шикізаттық немесе өндірістік жобалар ғана емес, сондай-ақ континентаралық стратегиялық маңызды бағдарламалар да қарастырылып, жүзеге асу үстінде. Қазақстан Еуропалық одақпен тек екі жақты қатынастармен ғана шектелмейді. Сонымен қатар Еуропалық одақтың 2019 жылға қарай Орталық Азияға арналған жаңа стратегиясын дайындауда белсенді атсалысуда. Болашаққа көз жүгіртсек, ынтымақтастықтың бағыттары 21 ғасырдағы жібек жолын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Біз қолданатын негізгі сөз байланыс пен күш-жігер. Орта Азия бойымен өтетін бұл байланыстан аймақтың өзі де Қазақстанның екі ірі экономикалық серіктесі Еуроодақ пен Қытай да пайдасын көреді. Біз күрделі геосаяси өзгерістер жүріп жатқан кезде және кейде жалпы адамзат құндылықтары шет қалып, не ұмытылып жатқан әлем кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан қатынастарымыздың ширек ғасыр тарихы ортақ құндылықтар мен мүдделерге негізделген екі жақты қарым-қатынастардың алдағы көптеген жылдары үшін маңызды тұғырнамасы болатынына сенімдімін. Француздың белгілі драматургы Адриан де Курсель дипломатия бұл бір нүктеден екіншісіне дейінгі ұзақ жол деген екен. Тәуелсіздігіне биыл 27 жыл толатын Қазақстан мен Еуропа континентті мемлекеттерінің арасындағы байланыста сонау 1990 жылдардан бері түрлі асуларды бағындырып, өсіп өркендеп келеді. Екі жақты қарым-қатынастың бұлайша берік қалыптасуына мемлекет басшыларының, елшілердің, ғалымдар мен кәсіпкерлердің, өнер иелерінің сіңірген еңбегі аз емес. Ширек ғасыр жалғасқан байланыс одан әрі жалғаса берері ақиқат. Евроодақ пен Қазақстанды құттықтаймыз! You Kazakhstan 25, congratulations! Казахстан, Евросоюз, поздравляю! EU Kazakhstan 25. Қазақстан, Евросоюз, құттықтаймын! You Kazakhstan, президент!
Поздравляю с 25-летием Евросоюз и Казахстан. EU KZN 20. EU Kazakhstan, congratulations. EU Kazakhstan 25th anniversary. Congratulations. EU Kazakhstan 25 years. Congratulations. EU Cazaquistão 725. Parabéns. EU Kazakhstan 25. Auguri.